сәлем достар, бүгін борсық майының пайдасы туралы айтатын боламыз. Борсық майы ертеден бері халықта емде кеңінен қолданылып келеді. Әсіресе борсық майы өкпе, туберкулезі, өкпенің қабыну мен созылмалы бронхит, асқазанның ойық жарасы, 12 елік қарс, ішектің аурулары секілді көптеген қауіпті ауруларды емдеуге жақсы нәтиже береді. Борсық, аю майларының пайдасы мол. Қыс бойында ұйқы кезінде бойларында көптеген пайдалы заттар май түрінде жиналу екен. Ол майдың құрамында жартылай құнарланған май қышқылдары. Ол ағзаға тіндердің тамаша қоректендіреді. Қатерлі ісікті болдырмайтын аллелин қышқылдары зат алмасуды жақсартады. Түрлі минералдар заттар, А дәрумендері онкологиялық ауруларды ескертеді. Шаш пен терінің тырнақты қалыпты жағдайды сақтайды. В дәрумені ағзаға ең қажетті өмірлік қуат көзі. Туберкулез, өкпенің қабынуы, іріңді бронхит кезінде борсықтың майын қолдану ережесі. Ересектер үшін 1-3 қасық борсық майын тамақтануға дейін 1 сағат алдында ішке қабылдау керек. Емделу ұзақтығы 1 ай. Жалғастыруға болады. Содан кейін 2-4 үзіліс жасап, дерттің ауырлығына байланысты емделуге тағы да жалғастыру қажет. Туберкулездің емделу үшін борсық майын ұзақ қабылданады. Борсық майы күйгенге, терең жарақат алғанға, буын ауруларына, теріге жағу арқылы қолданылады. Есіңізде болсын, бауыр, өт жолдары, ұйқы безі ауыратын және де 6 жасқа толмаған балалар үшін қолдануға мүлде болмайды. Жанама әсер ретінде бөртпелер пайда болып, жүрек айнып, іш өтуі мүмкін. Борсық майы мына дерттерден арылуға көмектеседі. Иммундық жүйе қызметінің бұзылуы, тыныс алу органдары мен тыныс алу жолдары аурулары, ішек-қарын жол аурулары, ашық жаралар мен күйіктер, буын аурулары мен жарақаты, тері мен бас аурулар, шашпен байланысты қиындықтар, жәндіктер шағуы мен жануарлардың тістеуі салдарынан жараның зақымдалуы. Достар, менің каналым ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, пікіріңізді қалдыруыңызды сұраймын.